Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге қалай $10 ешқандай ақша салмай табуға болатынын көрсететін боламын. $10 деген ол 4800 теңге. Мен сіздерге қазір басынан аяқ барлығын түсіндіріп шығатын боламын. Ол жерден сіздер 100% ақшаларыңызды ала аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмесеңіздер, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Одан бөлек басқа да видеолар көрсеңіздер болады. Әр видеода әртүрлі ақша табу жолдары бар. Мысалы, қараңыздар. Сіздер соңғы видеоны көретін болсаңыздар, бұл жерде сіз әлі интернеттен ақша тауып көрмеген бірінші рет осы каналға келіп тұрсаңыз, осы видеоны көру арқылы сіз бірінші ақшаңызды интернеттен таба аласыздар. Ол көп емес, бірақ постепенно өсіруге болады. Ал енді қараңыздар, приложение Gold Gates деп аталады. Бұл приложение ссылкасы менің каналымда болады, және де код приглашение, менің код приглашениемді жазасыздар. Қараңыздар, бұл жерге ең бірінші электронный адрес жазасыз. Одан кейін электронный адреске код барады, сол кодты жазасыз, пароль жазасыз, парольді қайталап жазасыз. Одан кейін код приглашение деген жерге менің код приглашением тұрады, сол код приглашениені жазасыз. Ол тоже телеграмда тұрады. Одан кейін Facebook деген жерге просто Facebook'ыңыздың ссылкасын алып қоясыздар. Қазір кішкене көрсетіп жіберемін. Міне Facebook'тарыңызға келесіздер. Ашпасаңыздар Facebook'ты ашу қиын емес. Мен өзім жақында ғана ашқам. Басасыздар, міне скопировать ссылку на профиль деген басасыздар. Осын копировать етіп аласыздар. Одан кейін осы жерге қоясыздар. Одан кейін код приглашения Gmail'ға барады. Gmail'да спамға келеді. Қазір спамнан тоже көрсете салайын. Мен өзімнің почтама кірдім. Все ящики деген жерде болмайды. Спам деген жерде болады. Міне спам деген жерде көргендеріңіздей менде 2 код келген. Болды. Одан кейін өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізге кіресіздер. Ал қазір мен өзімнің жеке кабинетіме кіріп ары қарай көрсететін боламын. Қазір қараңыздар, бұл типа трейдинг бағытында істелген пирамида. Яғни типа сіз трейдинг етесіз деген сияқты нәрсе. Бұл жерде ең бірінші не істеуіміз керек? Бұл жерде ең бірінші біз верификациядан өтуіміз керек. Верификациядан өткеннен кейін бізге $5 бонус береді. Сол $5-ды біз типа биткоин түседі, көтеріледі деген ставкалар қойып, ставкалар біз өзіміз қоймаймыз, бізге телеграмнан беріп отырады. Содан $10-ға жеткізіп, $10-ды шығарып алсақ болады. Басқа балдар дәл солай істеген балдар бар. Сол себепті дәл солай жасап алсақ болады. Ал енді қараңыздар. Бұл жерде псевдоним деген жерге өздеріңіздің псевдоним жасаңыздар болады. Одан кейін аутентификация деген жерге біз удостоверениеміздің алды артын, одан кейін бетімізді түсіруіміз керек. Сол үшін бұны қалай жасасақ болады? Қараңыздар, мен дәл қазір өзімнің удостоверениемді түсіріп саламын. Play Market'те приложение бар, соның өзінде қауіпті. Сол себепті мен просто камерада бар, камера кіресіздер, изменение деген жерде ластик деген бар. Сонымен просто иннің соңғы 2 цифрын өшіріп салсаңыздар болу керек. Мен алдын дәл солай салып жүргем. Просто сіздер де солай салсаңыздар болады. Бұлар себебі қазақтық емес, иностранный приложение болған себепті қатты тексермейді. Просто ластикпен соңғы 2 цифрды өшіресіздер, қатты байқалмайды вообще. Қазір мен салып ары қарай көрсететін боламын. Мен дәл қазір жібердім, кетті деді. Сосын көреміз. Немесе қараңыздар. Просто жаңа айтқандай удостоверенияларыңыздың инін идентификатор номері бар артында, соның соңғы 2 сандарын өшіріп жасап көрсеңіздер болады. Немесе интернетке удостоверение личности деп жазып тауып алуға болады. Бірақ сәл қиындау болады табу, әр сайттарды тексеріп шығу керек, бірақ тауып алуға болады. Олай да жасауға болады. Одан кейін никнейм деген жерге просто былай қалаған никнеймдеріңізді жазып саласыздар. Одан кейін сіздерге верификацияны тексеріп болғаннан кейін $5 бонус береді. $5 бонус бергеннен кейін бізде телеграм группалары бар екен, жаңадан ашылған. Тек Facebook'та жұмыс жасайды екен. Бізде Қазақстанда Facebook жоқ болған себепті, сол себепті де телеграм енді ашып, енді Қазақстанға келіп жатыр екен. Короче, маған балдар солай айтты. Мен дәл қазір осы телеграм группалары, әлі бұл жерде ештеңе жоқ. Жаңадан ашылған, жаңа айтқандай осы жерге кірсеңіздер, осы жерде сіздерге қалай қою керек екенін көрсетеді. Қазір мен өзім кішкене көрсетіп шығамын. Бұл жерде былай қиындығы жоқ. Адрес кошелька деген жер білесіздер, өздеріңіздің кошельктарыңызды добавить етсеңіздер болады. Мен өзімкін добавить етіп қойғам. Оны добавить ету қиын емес. Добавить учетный кошелек деген басасыздар. Одан кейін USDT терси 20 таңдайсыздар. Одан кейін адрес кошелька деген жерге Trust Wallet'тен немесе Binance'дан келіп кошелек қоясыздар. Одан кейін QR деген жерге QR басасыз, одан кейін плюс басасыз и сразу қой жібересіз. Міне, дәл қазір мен қойып қойғам, сол сияқты, сол себепті сохранить етпеймін, жай ғана шығып кетемін. Одан кейін бұл жерден не істейміз? Қараңыздар, қазір менде $15 бар. Соны рынок деген жерге кіресіздер. И биткоинді
жаңа айтқандай түседі немесе көтеріледі деп ставка қоясыздар соған. Мына BTC, короче, BTC-ді басамыз. Бұл жерде жаңа айтқандай сіздер берген бонуста тез жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Если сол группа арқылы қоймасаңыздар, себебі бұл жерде өте тез болады барлығы. Өздеріңіз ақша салу кеңес бермеймін. Мысалы, купиттен басамыз. Менде қанша минимальный сумма қанша доллар? 1 доллар болатын шығар. Өздеріңіз уақытын қоясыз. 60 секундқа, 30 секундқа, 90 секундқа деген 60 секундқа басамыз. Кетті. Міне көргендеріңізде 60 секундтан кейін менің ставкам шықты, немесе шықпады деген болады. Мен тұр, менде қазір плюста, минуста ойнап тұр. Дәл осылай ойнап тұрады. Бұл типа шорт, лонг деген сияқты Binance'та да барлығында бар, бірақ өте рискованный нәрсе бұл. Сол үшін өздеріңіздің ақшаларын салмасаңыздар болады. Тек қана 5 доллармен ойнап, сол группа арқылы ойнап, группамен бірге ойнап, группадан кейін өздеріңіз 10 долларға көтерген кезде ешқандай қиындықсыз шығарып алсаңыздар болады. Менде қазір 0.91 плюста ашық тұр, но кейін жабылып қалуы да мүмкін. Көргендеріңізде свечалар көргендеріңізде түсіп көтеріліп тұр. Если бұл мен қойған суммадан жоғары болса биткоин, мен 0.91 цент алам, ал если төмен болса мен 1 доллар ұтыламын. Көргендеріңізде менде қазір плюс, минус болып тұр. Плюста жабам деп ойлаймын. Жоқ, минуста жаптым. Көргендеріңізде 1 доллар минуста жаптым. Ал енді қараңыздар, қазір ақша шарып көретін болам. Менде көргендеріңізде 18.86. Менде басында 15 доллар бар еді. Кішкене ұтылдым мен. Содан кейін 5 доллар бонус берді. Яғни менің жаңағы удостоверениемді аутентификацияны өткізіп жіберді. Қазір көре аламыз оны. Просто кіреміз. Аутентификация деген жер қарайтын болсақ, көргендеріңізде менде аутентифицировано деп тұр. Мен жаңағы почти жартысы жоқ удостоверениемді өткізіп жіберді. Жартысы жоқ болғанда просто соңғы цифралары жоқ еді. Ал енді қараңыздар, мен қазір 3 ставкама қойдым. Бұл жерде записи, транзакция деген жерде тұрады. Мен 1 доллар ұтылдым, екінші рет 2 доллар ұтылдым, одан кейін 3.86 доллар ұттым. Сол үшін ставканы қоятын кезде тек қана телеграмдағы группа арқылы қойсаңыздар болады. Қазір ақша шарып көретін боламыз. 18.86. Өкінішке орай дәл осылай шығаруға болады деп ойлаймын, иә. Маған 13.86 доллар түсу керек кеттік. Ақша кетті. Көргендеріңізде ешқандай қиындықсыз ақша кетеді. Примерно жарты сағат ішінде келіп түсу керек маған. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Сол жерде промокод барлығы болады. Ешқандай қиындықсыз 5 доллар алып, группа арқылы қойып 10 долларды шығарып ала аласыздар.